Міне 2 жылдан бері Теміртау қаласында әр сенбі сайын жәрмеңке өткізіліп келеді. Жәрмеңкенің тұрақты өткізіліп тұруына тұрғындар да үйренген. Сенбі сайын қажетті азық-түліктерін алу үшін 70-ші ықшамауданда экспресс базар алдындағы жәрмеңкеге келеді. Қаламыздың барша тұрғындары бұған да үйреніп алған. Сенбі сайын жәрмеңкеде адам көп жиналады, саудада қыза түседі. Қала әкімі Ғалым Әшімовтің өзі апта сайын жәрмеңкеге келіп, оның барысын бақылап тұрады. Мұны теміртаулықтар да жақсы біліп алған. Сондықтан да жәрмеңкеде орын алған кемшіліктер жайлы әкімнің өзіне шағымдарын айтады. Көп мәселелер сол орында шешіліп тауып жатады. Егер осыған дейін жәрмеңке экспресс базарының сыртында өткізіліп келсе, осы сенбіден бастап ішке көшетін болды. Қала әкімі мұндай жоспар бар екендігін бізге берген сұхбаттардың бірінде айтып өткен болатын. Ішке кіргізу жоспарда бар. Осы компаниямен біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өйткені олар бутиктер салу керек, жылы орындар қою керек. Сонымен олармен де жұмыс істеп жатырмыз. Енді сондай бір жоспарымыз бар. Қысқа қарсы кіргіземіз бе деген. Теміртау қаласында жәрмеңке қысы жазы өткізіле береді. Осымен 2 жыл бұл тәжірибе енгізілді. Бұл халыққа да қолайлы болып тұр. Оған қоса мұндағы баға базар нарығынан 15-20%-ға төмен. Бағаның қарапайым халықтың қалтасы көтере алатындай болуы, тұрғындар қажетті заттарын арзан бағамен алуы ең маңызды мәселе. Мұны қала басшысы үнемі бақылауда ұстайтындығын айтып отыр. Мен тағайындалғалы бері бір сенбіні ол қысқа қарамай, суыққа қарамай, боранға қарамай, ыстыққа қарамай біз бір тоқтатып көрген жоқпыз, тоқтатпаймыз да. Сонымен осы сенбі қазанның 21-нен қаладағы жәрмеңке экспресс базарына аумағын өтетін болды. Ал жәрмеңке жайлы сауалдар болса, тұрғындар қаланың кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөліміне 44 44 50 немесе 92 20 39 телефондар арқылы хабарласа алады.